Менің бір ішіп келгенімді көтере алмаған жолдасым екеуміз жанжалдасып қалып, үйіне кетіп қалды. Тағы да ұрын алып келу керек. Жалғыз тұратын енемнің беті қатты. Көнер түрі жоқ. Қызын қорлыққа беріп қоймайды маған. Қызына бай табылады екен де, қатынсыз қалған мен ішіп, азып-тозып кетеді екенмін. Құдай сақтасын, өзім шошып кеттім. Басыма қонған бақытты ұшырып қалыппын-ау. Білмейді екен менің кім екенімді. Тап ол ойлағандай ақымақ жігіттің мен емес. Үйіне барсам шытынаған қабақпен қарсы алады. Шай үстінде біраз сілкініп алды. Үндемедім. Саған ұрғызып қоятын қызым жоқ, шырағым, деп бастады. Менде намыс бар ғой, ерегескенде тайып тұрайын дедім де, бір атала алып кетейін. Ел жұрттан ұят болар деп шыдап өзімді ұстап отырмын. Сабыр, сәке, сабыр. Сабыр түбі сары қатын. Бірінші күні шкаф біткеннен есік, топса тұққаларын қатайтып бұрап түзеп бердім. Плотниктің баласы емеспін бе? Есіктері плот, ашылып жабылатын болды. Балтасын саптап, пышақтарын қайрап, арасын егеп, бәрі қыпылдатып қойдым. Түскі шайда енемнің сөзі кәдімгідей азайып қалды. Тек маған емес, арасында қызына да сөйлеп алды. Түстен кейін балшық езіп сарайының құлаған жерлерін майлап бердім. Жалғыз өзім. Онымен қоймай қорасының құлаған жерін таспен қайта талап бастадым. Бұл енеме жағып кетсе керек, көже әкеліп берді. Екінші күні огородын теуіп, басқа да жұмыстарды қопарып тастадым. Біраздан бері еркек қолын көрмеген үй кәдімгідей түлеп сала берді. Кешкі аста енемнің сөзі басқаша болды. Ішпейтін бай болмайды, бір-бірлеріңді түсініп, өмір сүрсеңдерші. Ертесіне қисайып тұрған ағаш қорасын ашып қайта жауып бердім. Тағы не бар? Айтпақшы, менің шешемнің хоббиі бар еді. Қазандық сала беретін. Бір тай қазаны бар екен, әдемі қылып қазандық салып майлап ақтап беріп едік. Анам тіптен жайылып түсті. Үшінші күнгі шайда енемнің сөзі мынандай болды. Сен қыз бажақтап байының бетінен ала берме. Баяғыда біздің шалдарымыз таңға дейін карта ойнап, ішкенде ләм-мим демеуші едік. Қолынан дым келмейтін бай болғанда не тер едің? Бар ғой ондайлар. Ауланың бір шетінде ит жылғы, мұсыр жататын. Мен де әдейі не дер екен деп, мама, машина әкеліп ана қоқысты шығарып берейін деп едім, ұшып түсті. Қой ойбай, 3 күннен бері тыным көрген жоқсын. Рахмет айналайындар, болды, үйлеріңе барыңдар. Әй сен қыз бажаңдап. Мейлі, ол мысыр ешқайда қашпас. Жан бар жерде жанжал бар. Ертең тағы да осындай жағдай болса, бірден соған кірісермін. Міне, құрылыс білетіндігімнің арқасында қайын жұртта қадірімді көтере алдым. Ал інілерім, келін балдар төркінге кетіп қалып жатса, абыржымаңдар. Бірден құлаған жерлерін майлап бер. Оған болмаса ауласындағы өсіп кеткен шөптерін қырып тегістеп бер. Оған болмаса отынын жинап кіргізіп бер. Тақа болмаса қазандық салып бер. Ертеңіне 2 нан сумкасы мен қызын ертіп жібермесе маған кел. Авторы Самат Нарегиев.